кіммін? Дүниеге келгенде менің есімімді Гүлзат деп әкем қойған екен. Жасым 38-де. 4 баланың анасымын. Руым ұлы жүз, албан. Оның ішінде қызылбөрік. Шоған абыз руына келін болғаныма 15 жыл. Мамандығым акушер. Бұл сала бойынша әзірге дейін жұмыс жасап жүрмін. 2020 жыл декреттік демалысқа шықтым. Сол кезде нумерология саласына қызығып, үйреніп алдым. Бұл сала туған күн бойынша кез келген адамның мінез құлқын, қасиет қабілетін анықтап, қандай саламен айналысқан дұрыс, қарым-қатынас бойынша кеңес беруге болады. Сол бойынша біраз адамның көкірек көзін ашып, жол көрсетіп, өз жолын табуға көмектесіп келем. Менің алға қойған мақсатым көп адамның өз өмірінен мән таба алуына, қарым-қатынасты жақсарту, алдағы жылға бағыт-бағдар беру, табысты болуына не кедергі, ата-текпен байланысты программаларды анықтауға көмектесу. Осы мақсатта YouTube-ты қолға алдым. Алдағы уақытта менімен бірге болыңыз. Ол үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Осы видеоға лайк басуды ұмытпайыңыз. Есімге қатысты айтатын ақпараттар болады. Келесі видеода обязательно қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought